Merhabalar, nasılsın arkadaşım? Bugün biz hayır ve yok деген сөздің айырмашылығын үйренеміз. Екеуі де қазақ тілінде жоқ деген мағынаны береді. Бірақ олардың айырмашылығы бар. Мысал ретінде қараймыз. Алматыya gidecek misin? Hayır, gitmeyeceğim. Немесе yok istemiyorum деп айтсаңыз болады. Алматыya gidecek misin? Алматыға кетесің бе? Hayır, gitmeyeceğim. Жоқ, кетпеймін. Yok, istemiyorum. Жоқ, барғым келмейді. Көрдіңіз бе, хайыр бен yok екеуі де жоқ деп аударылады екен. Тағы бір мысал. Hava sıcak mı? Ауа райы ыстық па? Hayır, sıcak değil. Жоқ, ыстық емес. Yok, sıcak değil. Жоқ, ыстық емес. Екеуі де жоқ деп аударылады екен. Ал егерде бір нәрсем жоқ дегенді айту үшін hayır дегенді қолданбаймыз. Тек қана yokты қолданамыз. Мысалы, hiç zamanım yok. Еш уақытым жоқ. Немесе evim yok. Үйім жоқ. Arabam yok. Көлігім жоқ. Param yok. Ақшам жоқ. Лайым ақшаңыз жаныңызда болсын, бірақ мысал ретінде осылай келтіріп отырмын. Және де хайыр деген сөздің екінші мағынасы бар. Ол қазақ тілінде мысалы қайырлы деп айтамыз ғой, жақсырақ деген сол мағынаға сәйкес келеді. Мысалы, хайырлы olsun, қайырлы болсын, я, жақсы болсын деген мағынада. Хайырлы işler, яғни жұмысыңыз жақсы болсын. Хайырлы günler, қайырлы күн, хайырлы жұмалар, біз айтамыз жұма мүбәрәк болсын. Яғни жақсырақ деген мағынада осы хайыр деген мағынасы бар екен. Достар, бүгінлік bu kadar. Каналымызға арнаға тіркеліп, лайк басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Егер де сабақ ұнаса, лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк басыңыз. Görüşürüz, келе-келе. Сіздермен бірге Шолпан Асылбекқызы.